Қайырлы күн, құрметті оқырман және желі пайдаланушылары. Кидстар жобасы аясында өңіріміздегі талантты, дарынды балалар өнерлерін насихаттау мақсатында номер 3 мектеп-лицей оқушысының таэквондошыны өнермен танысатын боламыз. Таэквондо Корей халқының ұлттық спортының бір түрі. 2000 жылдан бастап Олимпиадаға енгізілген. Таэквондода спортшының аяғы мен қолы қатар жұмыс істейді. Атауы да соған қарай қойылған. Тех аяқ, квон жұдырық қол, до өнер дегенді білдіреді. Құрметті оқырмандар, Кидстар жобасы аясында таэквондошы республикалық, аудандық, облыстық көптеген жарыстарға қатысып, жүлделі болған Маратхан Дәулетпен танысатын боламыз. Дәулет, таэквондо сен үшін несімен қызық? Түрлі әдіс қимылдарымен қызық. Жақында ғана Өзбекстан Республикасына барып келіпсіз. Сол жайлы да айта отырсаңыз. Ол жақта қарсыластар өте мықты болды. Бірақ ол жақта бірінші орын алып, солай жүлделі орынмен қайттым. Керемет. Дәулет, спортта қызықты сәттер болды ма? Спортта көптеген қызық сәттер болады. Оның бірі жарыстарға барғанда. Кітап оқисың ба? Соңғы оқыған кітабың аты қандай? Гарри Поттер. Керемет. Отбасың жайлы айтып берсең. Бізде отбасыда мен және інім және ата-анам. Ата-анаң сені қалай еркелетеді? Чемпионым деп еркелетеді. Тамаша. Сенің достарың көп пе? Мектепте, және аулаларда? Көп. Алға қойған мақсатың бар ма? Таэквондодан чемпион болды. Дәулет, енді логикалық сұрақ-жауап ойынын ойнасақ қалай қарайсың? Бірінші сұрақ. Бөлмеде әр бұрышта бір мысықтан және оған қарама-қарсы 3 мысықтан отырса, бөлмеде неше мысық бар? Керемет. Екінші сұрақ. Трамвайға күніне неше бензин кетеді? Трамвайға бензин құймайды. Дұрыс айтасың. Үшінші сұрақ. Тауық өзін құспын деп айта ала ма? Жоқ, өйткені сөйлей алмайды. Тамаша, өзің тапқыр бала екенсің. Төртінші сұрақ. Ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Ол менің есімім. Дұрыс айтасың. Бесінші сұрақ. Бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін? 53. Дұрыс айтасың. Ашық әрі шынайы жауап бергенің үшін рахмет. Алла разыларың көп болсын.